Сәлеметсіздер ме қыздар? Мини мастер-классымызда міне мынандай бокс жасайтын боламыз. Бұл боксты жасау үшін бізге коланың 2 литрлік баклажкасы керек. Міне осы аралығын қырқып аламыз. Бетіндегі кока-кола деген қағазын алып тастаймыз. Қағаздан қалған клейлерді тырнақ өшіретін жіптіспен өшіресіздер. Менің жіптісімнің беті кішкене ашық қалып қапты. Сонымен мына клейін дұрыстап кетіре алмадым. Осылай әдемілеп ішінде сыртында жіптіспен немесе растворительмен клейін өшіріп аласыздар. Клейін өшірдік. Енді былайынан майыстырамыз. Екі жағынан бірдей майыстырамыз. Бір-біріне тура келіп тұру керек. Әйтпесе жүректеріңіз қисық болып қалады. Осылайынан бүктеп аласыздар. Енді бір қырын ішке қарай бүктейсіздер. Жаңа бүктегеніміз қырын ішке қарай бүктесеңіздер, міне мынандай жүрек пайда болады. Енді фоамиранды аламыз. Ені жалпақтығы 1,5 сантиметр. Клей пистолетімізді алып, термоклей жан-жағына айналдырып жабыстырып шығамыз. Өте оңай жасалады. Бір рет қолдарыңызды үйретіп алсаңыздар, 10-15 минуттың ішінде жасауға болады. Өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты бет жағын әдемілеп, сәндеп, не жетпей қалған жеріне былайынан тағы да жалғайсыздар. Термоклейді қатты толық қып жақпаңыздар, әйтпесе жан-жағына қатты шығып кетеді, білініп қалады. Енді мынандай қатты картон қағазды аласыздар. Менде ыдыс салынып тұрған картон қағаз. Соны былай қырқып аласыздар. Екеу қырқып аласыздар. Бұндай шаблоннан асты жағына және бет жағына қатты болып тұратындай. Фоамиранның өзінен ғана істейтін болсаңыздар, ол жаңағы өте жұмсақ. Сондықтан да картон қағазбен кішкене қаттырақ болып тұрсын деп картон қағаз қолданамыз. Шаблонымызды жасап алдық. 2 шаблонымыз да дайын. Екеуін бірге қырқып алыңыздар. Осылайынан. Енді осы шаблонымызға жиегінен клейлеп жабыстырып шығамыз. Бұл жерде де клейлеріңізді өте жұқа қылып жағыңыздар.
осылайынан айналдырып жабыстырып шығамыз. Негізі мына ыстық клей деген өте бір жақсы зат екен. Тіпті көп қолданбасаңыздар да үйлеріңізге алып қойыңыздар. Осылайынан қылып, жіңішке қылып, жиектеріне жабыстырып шығамыз. Жабыстырып алдық. Артық жерлерін қырқып тастаймыз. Енді сырт жағынан жабыстырамыз. Екінші слой. Бұл жерде менде 7 мм қылып алдым. Жаңа алдыңғы жалпақтығы 1,5 еді ғой. Енді мына фоамираның жалпақтығы 7 мм. Осылайынан бұны да айналдырып жабыстырып шығамыз. Осылайынан айналдырып жабыстырып шығамыз. Мысалға, сыйлыққа жасайтын болсаңыздар, астына картонды однотонный қылып, немесе осылай картон жабыстырғаннан кейін картонның астынан жұқа фетрдан ба, немесе осындай жылтыр, немесе жылтыр еместері де болады бұл фомалардың. Осындай фома қолданыңыздар. Мен енді мастер-классқа түсіргеннен кейін осындай қаптаған жоқпын. Сіздерге тез көрсетейін деп қолымда бар заттармен осындай бокс жасап жатырмын. Егер видео ұнап жатса, сіздер де осы видео бойынша бокс жасап, өздеріңіздің бокстарыңызбен историяларыңызда мені белгілеп бөліссеңіздер болады. Енді міне фоамиранмен қаптайын деп жатырмын, осылайынан қып. Астында дәл осылай қаптасаңыздар болады. Мен бет жағын қаптаймын, клеймен жабыстырып. Осылайынан жабыстырып аламыз.
ыстық клеймен жұмыс жасаған кезде қолдарыңызда байлаңыздар, күйдіріп алуларыңыз мүмкін. Енді бұның жиектерін жасаймыз. Бұл жабылатын қақпағы. Қақпағының жиектерін шетінен жабыстырып шығамыз. Бұл жиектерін жаңағы астындағы картон қағазға жабыстырып, одан кейін барып бетінен фоманы жабыстыруға болады. Ал жан-жағына шекелеу үшін мен мынандай шашақ пайдаланамын. Енді ары қарай оның жаңағы бетін әдемілеу, әрлеу, оның барлығы өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Мини мастер-класс ұнап жатса, пікір қалдырып, лайк басып, және жоғалтып алмас үшін өздеріңізге сақтап қойыңыздар. Өте оңай. 10-15 минуттың ішінде осындай әдемі бокс немесе қобдиша деп айтсақ та болады. Жасап алуларыңызға болады. Міне менің боксым дайын болып қалды. Қазір бетіне гүлдерін жабыстырам. Мынандай гүлдерін жабыстырам. Сонымен дайын болады. Назарларыңызға көп рахмет. Пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.